Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Мінекей бүгін тағы да сіздермен мен Бауыржан Ибрагим. Бүгінгі тақырыбымыз әрбір театрдың, әрбір ұжымның бір ерекшелігі болу керек. Ол бір орында тұрып қалмау керек. Ол осы қоғамда болып жатқан әрбір жағдайларды, жаңалықтарды солармен бірге етене араласып болып жатқан дүниелермен бірге сахнаға шығарып, соларды келеңсіз жағдайларын көрсетіп, талпынау болу керек. Сондықтан да біз сіздерге қазір мынау сол біздің Бауыржан шоу театрының баяғы Нагиев жүргізетін Оғына деген ток-шоуын біз пародия жасағанбыз. Содан қазір бас жағын көрейік, содан кейін ары қарай тағы да әңгімелесеміз. Бір. Анан. Қойса анамды. Менде уақыт жоқ, сен қызықсың сен. Мен қазір басқа съемкаға баруым керек. Саламатсыздар. Дима, не ғой анау? Не болды? Қасындағы ауырып қалды. Осы тура, осы мынау негізі мына түсіре бастаған кезде осы ауырып қалдым дегенді қайдан шығарғасыңдар? Енді грипп қой, енді не істеймін? Біреу тауып беріңіз. Мен келіп отқан қонақтардың біреуіне шақыр енді осы жерге. Тағы да шақыр, соң ана жылғыдай тағы талқан болып төбелесесіз. Бар. Бұл. Молодец. Отлично. Рахмет. Қалғалы. Атың кім? Әмірхан. Білесің ғой, біздің мынау көріпсің ғой, терезе деген бағдарлама. Өзім түсіндірем. Түсіресің? Жақта екі орындық бар, мұнараға алып кел, бар. Давай. Саламатсыздар, құрметті телекөрермендер. Тағы да сіздердің алдарыңызға өздеріңіз сүйіп көретін терезе деген бағдарлама. Өздеріңіз білесіздер, бізде осындай бағдарламалар болып тұрады. Олай болатын болса, бүгін біздің бағдарламаның аты алтын көрсе періштен жолдан таяды дейді. Олай болса, біздің студиямыздағы ең бірінші қонағымыз Ителбай мырза. Ителбай. Қалыңыз қалай? Жақсы. Денсаңыз қалай? Иншалла. Жақсы кепсіз. Олай болса келген, не себептен келдіңіз, соны айтыңыз. Менің келгенім, мен әйелімді сүйем. Қандай жақсы. Ол мені сүйеді. Ал менің жан досым бар, әйелін сүймейді. Басқа бір әйелін сүйеді. Ол әйелін сүймейді. Бірақ сіз әйелін сүйесіз. Керемет. Бірақ енді басқа адамның өмірінде нең шаруаңыз бар? Ол... Бізде отырып сөйлейді. Тұрып айта берейші мен? Жоқ, болмайды. Мен өзім камаз дейсім да, отырып, заден босқа жақын келген да. Осы бүгін отырып сөйлеңіз, кейін тұрып сөйлеңге шақырыңыз. Себебі ол менің жан досым. Иә. Өмір өзі қамшының самындай ғана. Мен оған жүрегім ауырмаса, оның досымның маған жүрегім ауырмаса, кімнің бізге жүрегі ауырады? Түсіндіңіз ба? Сонда сіз баяғы... Мен сол үшін, мен өзім камаз дейсімін. Иә. Мен бір рейсім $1000. Соны тастап, ақшаны. Какой-то $1000. Айтады ғой, 100 соңың болғанша 200 досың болсын дейді. Әрқайсысы бір теңгеден жинап берсе 200 теңге болады ғой. Дұрыс. Жаңа мақал ғой деймін, негізі 100 дос болып. Өзім шығардым соны. 100 дос деп айтқан, дұрыс. Жарайды, сонда сіз $1000 бәрін қиып, бәрін тастап, сол досыңыз үшін осы жерге келіп отырсыз, дұрыс па? Келіп отырмын ғой мен. Ол осыдан 3 жыл бұрын 8 мартта сол әйелге сырға алған. Соны әлі бере алмай жүр. Әлі бере алмай жүр. Ол қор болып жүр ол. 3 жыл бойы. 3 жыл бойы. Сонда ол әлі берген жоқ, ә? Әлі бере алмай. Не деген махаббат мынау, ә? Сол досыңыз үшін сіз мына жерде қиналып жүрсіз. Қиналып жүр. Қазір келіп отырсыз, дұрыс па? Вот, көрдіңіздер ме, құрметті телекөрермендер? Қазіргі кезде арзандап кеткен достық деген мына қасиеттің өзі осы жерден шығып отыр. Міне қандай керемет, құрметті телекөрермендер. Олай болса, орталарыңызда осы кісінің досы Есікбай мырза. Есікбай.
Emine televizorga aytib жүрсің ей бүкіл а? Масқара. Масқара болғанда мен сенің жан досыңмын ғой айналайын. Досың болса Қор болып жүрсің ғой енді, әйеліңді сүймейсің, басқа әйелді сүйесің, өзің білесің енді. Кім айтады? Кім айтады? Өзің айттың ғой өткенде. Өзіңіз айтыпсыз ғой. Кім айтады дейсіз? Бәрін өзіңіз айтып аласыз, содан кейін кім айтады деп сұрайсыз. Осындай нәрсе болады өмірде. Мен өзім әйелім сүйемін. Тұрып жатырмыз жақсы. Ой, 20 февраль күні мен рейске кететін күні үйге жауап келдім ғой. Ішіп отырып. Сен-ақ көмектесің, сен менің жан досымсың. Сөйтіп 2 марта арыққа суға батып өлетін жыладым ғой. Сөйлеп әкеп аяқ қолын байлап тастадым сен. Мен ба 23 февраль? Иә? Құдыққа түсем дедім ба? Арықтағы суға. Неменеге түсем дедім ал? Сүйем дедің ғой әйелді. Кімді сүйем? Мен ешкімді сүймеймін деймін. Сіз әйеліңізді жақсы көресіз ғой? Жақсы көрем. 20 жыл бірге тұрасыз, Құдайға шүкір. әйеліңізді жақсы көресіз, 20 жыл бірге тұрасыз. Бірақ басқа бір әйелге сырға сатып аласыз. Соны қалай түсінуге болады? Сол басқа бір әйел болғанда да енді өз әйелінен басқаға беруге болмай ма? Ондай заң бар ма не? Жоқ, сырға сатып алдыңыз ғой. Басқа бір. Қайдағы сырға? Қандай сырға? Ел аузы елу дейді, досыңыз айтты. Қайдағы сырға? Нені айтып отырсың айналайын? Сен ана әйелге сырға алдым дедің ғой маған. Қандай әйел? Қандай сырға? Сүйетін әйеліңе сырға алдым дедің ғой сен. Алтын сырға алдың. Әйеліңе қор болып жүрсің ғой айналайын. Үйінде тамақ пісіресің, полды жуасың. Әйеліне таяқ жейсің. Ана әйелге үйлен, сүйетін әйелің. Сөйтті ауылына кет. Ой, мен ешкім сүймеймін айналайын. Қойыңдаршы. Кім айтты? Қайдағы алтын сырға? Ешкімге де бермеймін да. Мүмкін көреміз енді. Сіз бұлай мүмкін көреміз, бұлай, андай, онда бізге керек жоқ. Айтқаннан кейін тура айту керек. Еркексіз ғой. Алдыңыз ғой сырғаны мысалы. 3 жыл бұрын алыпсыз сол сырғаны. 3 жыл бұрын сырғаны алдым деп айттым ба саған? 3 жыл бойы алды деп көрсеттің ба? Жылап тұрыпсың. Саған көрсеттім ба? Көрсеттім. Кімге алдым дедім ал? Кімге алдым дедім а? Кімге алдың? Кімге? Вот атын айтпай қойдың сен. Айтпадым ба? Өзімнің әйелім алдым ал. Әйелден таяқ жедім айналайын, қор болып жүремін ғой. Оған бергенше мына қолым сынсын сен. Ана сүйген әйеліме беретін жыладың ғой сені. Ой, сүймеймін мен ешкімді. Кім айтады? Қайдағы әйел ол? Өше мына сорлы сонда сіз өзіңіздің әйеліңізге алсаңыз сырғаны. Оны неғып 3 жыл бойы бермей жүрсіз, біз таңғалып отырмыз. Әйеліңізден ұяласыз бірден. Жоқ, сіз кімге алдыңыз, соны айтыңызшы. Мен бір таныс адамға алдым. Таныс? Иә. Оны неғып бермей жүрсіз? Енді мүмкін бір дұрыс түсінбей қала ма? Берсек па, бермесек па деп ойланып жүргенім рас енді. 3 жыл болды деп. Жоқ, сіз берсек өзіңіз береміз енді. Сіз өз сөзіңізге өзіңіз қарсы келесіз. Әйелімді сүйем дейсіз, 20 жыл сізбен бірге тұрған, бала шағаны өсірген, дүниеде қаншама бала тауып берген, соған қарамастан сіз басқа бір әйелге алтын сырға Жоқ, енді адамгершілікпен алып берсе не тұр? Адамгершілік. Я сыйлап беріп, о да тұрған не бар мысалы? Сонда сіз өзіңіздің әйеліңізге былай сырға бір нәрсе алып көрдіңіз бе, 8-ші марта? Менің әйелімде бар, Құдайға шүкір. Бірақ адамгершілікпен басқа бір әйелге алып Басқа бересіз. бір әйелге көреміз. Керемет. Сіз досыңыз үшін қайғырып отырсыз, Мен қайғырып отырмын. Сонда былай өзіңіз ғана білесіз бе, басқа ешкім білмейді ғой бұны? Мен өзім, егерде менің әйелім білгенде, екеулеп жабылып жүріп, соған үйлендіріп, тойын жасап шығарып салатын екенбіз. Менің әйелім де біледі, бұны таяқ жеп жүргенді. Осындай мез екен, еркек емес мынау. Сонда сіздің әйеліңіз білмейді ғой? Білмейді, білетін болса айналайын, екеуміз-ақ үйлен. Дұрыс, олай болатын болса ортамызға көмекке сіздің келіншегіңіз Сызылхан ханым шақырамыз. Сызылхан. Қалғалайсыз бұқан? Жақсы, рахмет. Саламатсыз. Иә, амансыз. Қалыңыз қалай? Қалайсыздар? Денсаулығыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Қандай әдемі келіншексіз. Күйеуіңіз де әдемі, бір-біріңізге сай. Күйеуіңізге қарасаңыз да бой десе бой бар, ой десе ой бар, түр десе түр бар. Құдайға шүкір міне. Ана мына Римбо мына кісінің қасында дем болады негізі. Сіз де жаман емес, сіз әдемі, сіз Мен әйелімнен ең бір әңгіме ана туралы болып отыр ғой. Қаз асықпа. Не болды менің әйелім? Мына кісіні білесіз ғой? Иә, білмегенде Құдай қосқан көршіміз, әйелімен подружкамыз әтіркілмен жақсы араласып. Сырласпыз енді. Жан жолдасыз ғой? Жан жолдас, Мына кісінің, сіздің келіншегіңіз мына кісінің жан жолдасы. Жан жолдас, сырлас өзі. Керемет. Достары үшін әйелдері жан жолдас болып жүр, иә? Сіз білесіз бе, мына кісі 8 наурызға халықаралық әйелдер күніне
сүйген әйеліне өзінің алтын сырға сатып алыпты. Соны бере алмай жүр ұялып. Соған сізді көмекке шақырдық. Міне, керемет. Әйеліне сырға алыпты дейді? Ойбай, дұрыс, ода тұрған не бар екен? Неменеге бет моншағыңыз салбырап қалған, бермейсіз бе әйеліңізге? Естіп тұрсың бе? Жұрттар әйелдеріне сырға алып жатыр 8 мартқа. Әтіркүлді бір жуғызатын болды қой, жақсы болды. Қатын десе қатын дегенсің бетіңе теймесің. Шаш ұзын, ақылы қысқа. Не қылдым мен дұрыс қой? Өзінің әйелі емес, анау сүйетін әйеліне, екінші әйеліне алып отыр. Өзінің әйеліне алмаған? Өзінің әйеліне алмаған. Қайдағы өзің әйел емес? Қайдағы сүйетін әйел? Қайдағы әйелдерді не айтасыңдар? Неге жинау? Ешкімді сүймеймін мен. Ойбай. Бірақ адамгершілікпен сырғалады. Неменеге сырғалып жүрсіз? Негізі мына дұрыс емес екен. Дұрыс емес пе? Мен қалып отырмын. Қалай өзінің әйелі бола тұра басқа бір әйелге сырғалу деген негіз дұрыс емес. Қатын десе қатын дегенсің бетіңе теймесің. Не қылмайсың? Күніге таяқ жеп жүр әйелінен. Қол жуады, тамақ пісіреді, бала шағасының кірін жуады. Еркек емес, месі ғой мынау айналайын. Ой, не бол тамақ. Сол сүйген әйелі үйленсін, ауылда қайтсын. Жүрмей көмектеседі, ода тұрған Еще күйеу болып жүр. Сіз сонда расында да сәл. Мен досым ғой. Сіз сонда үйдің ішінде бәрі жұмысты жасайсыз ба? Тамақ пісірсе, кір жуса, қолдан келіп тұрса неге істемеске? Ода тұрған не? Сіз күйеу емес, кухонный комбайнсыз ғой онда. Дұрыс, керемет. Бірақ енді мен сізге айтарым, жаңа алтын сырғаны алдыңыз ғой. Мысал үшін. Сонда сол алтын сырғаны алсаңыз, қазір осы жерде, осы студияның ішінде, сол сүйген келіншегіңіз болса, соған сырғаны берер ме едіңіз? О, неменеге береді бұл жерде сырғаны? Не болды? Керек емес сол сырғаны берді мына жерде. Міне еркек. Қызықсың бар ғой. Алдың ба? Тұра тұршы енді. Қызықсың бар ғой, ол мүмкін бір оңашада бергісі келетін нәрсе білмейсің ғой. Есекесіз мүмкін оңашада бергіңіз келетін шығар. Оңашада беруге болады. Бізге қазір керек болды. Қазір. Ол бар ғой. Ол мез, ол шымо, ол бере алмайды ол. Бере алмай ма? Еркек болса беру керек қана. Мынау еркекті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дегенде, сіздің мынау шалбар киіпсіз, еркексіз. Соны қазір бере алмайды деген масқара. Мен ба еркек? Сен еркек емес. Мен ба Сен юбка ки, түсіндің ба? Жоқ, мен ба ес? Иә. Мен ба шымо? Иә. Міне алтын сырға. Көріңдер. Міне алтын сырға. Қалтамда жүр. Сызылған қарашы мына алтын сырғаға. Қарашы міне. Анан қараңыз, қандай алтын сырға? Жоқ, көр, қара. Мінеке 8 наурыз мерекеңе. Ал. Опа. Ей, сорлы мез. Мағыра, өзінің әйелі қорқып, менің әйеліме бере салды. Сорлы дейсің. Айттым ғой, бұл шымо деп айттым ғой. Ей, сүйетін әйелге бермейсің, менің әйеліме немеге бересіңдер. Ай, ақымақ. Қорыққаннан бере салды. Сонда сіз мына кісіні баяғы ана жақтан өсектен қорқып сіздің әйеліңізге бере салды деп ойлап. Керемет. Иә. Сырғаны енді не істейді сонда? Ұстап отыра ма қолында бұл кісі? Әлде қалтаңызға салып алып кетесіз? Шынма маған берді ғой. Бер деймін саған. Бер дедім ғой саған. Керек емес. Сызылған ол сырға иесін тапты. Сенікі сырға. Алмайсыз ғой? Жоқ. Сіз бересіз. Бер деймін. Онда маған бере салыңыз. Маған. Мен ұстап жүрейін. Не деген керемет алтын сырғаны көрдіңіз бе? Ал енді мен айтайын болсам, тоғатерін айтатын болсам, құрметті Ителбай мырза, сіз білесіз ғой, баяғыда бұл кісілер 10 класс кезінде бір-бірімен бірі дүріжді етіп жүрген. Білеміз, бірге оқыды. Содан бері міне 20 жыл бойы сол махаббат әлі өшпеген ғой, жанған махаббат. Мына сырғаның иесі осы кісі. Бұлар әлі 20 жыл бойы бірін-бірі сүйеді. Әр 8-ші наурыз сайын мына кісіге осы сыйлық береді. Сіздің әйеліңіз мына кісінің ғашығы. Адамгершілік деп не қыл? Тоқта. Түсінбей қалдым мен. Сонда Ителбай. екеуің Жоқ, шынды ма, Ителбай? мен досым деп жүрдім. Кім, Ителбай дейді? Кәне. Опа, керемет. Әттең, мына екі охранник болмағанда бытыштарын шығарады неме? Жанды ма менің? Демеймін, бақыт демеймін, жанды. Оңбағандар десіне. Үйге күліп келіп, кезінде тіліп жүргенсіздер ғой. Осы мына оқымада да, мысалы Алматтың өзінің образы
бір бөлек, мысалы үшін, анеден әбекенікі бір бөлек, қуандық бір бөлек, бақыт бір бөлек, мысалы үшін. Бәрі сондай, мысалға, қуандықта бар нәрсе әбекеде жоқ, әбекеде бар нәрсе алматта жоқ, алматта бар нәрсе бақытта жоқ, мысалы үшін. Бірақ бәрі қосылып, ансамбль болғанда, мынандай жұдырық болған кезде, ол енді тиген жерін опыратын, тиген жерін құлататын сондай мықты коллектив. Сондықтан да осы коллектив құда қаласа қайтадан бір сахнаға шықса деп өзім армандаймын. Ол енді қолдан келетін нәрсе. Тек қана сол енді мынау барып келу, бір жерге жиналып репетиция жасау деген мәселесін бір қалыпқа келтірсек деген ниет бар. Қандай масқара, қандай әдемі басталған кеш аяқ талқан болды негізі. Не деген масқарашылық мынау. Қараңызшы, Сызылхан ханым, сіздің күйеуіңіз не? Бой десе бой бар, ой десе ой бар. Күндіз түні сіздің мына бала шағаңыз үшін далада жүреді. КамАЗбенен ол оңай емес. Айына $1000 ма, $2000 ма бәрін тауып қолыңызға беріп жатыр. Дұрыс па? Айтыңызшы, осы сізге мына кигеніңіз көк, жегеніңіз тоқ, сізге не жетпейді? Қалай жеттіңіз осындай күнге? Енді Ителбай, сенде мен түсінуің керек бар ғой. Енді өзің ойлашы енді міне. 12 айдың 2 ағайын үйде боласың ғой, енді түсінуге болады ғой, әйел адам. Ойлап жүрген жоқпын ғой мен. Жоқ, онда біліп тұрмын ғой, ойнап жүрген жоқсың. Бірақ әйел адамға жалғыз болған қандай қиын екенін сен түсінбейсің бар ғой. Қиын. Оның үстіне мен қорқақ екенін білесің ғой. Сонда қорқып жүргендегі талмаған қобыландың мынау ма? Жоқ, енді жарайды қойшы, қорыққанда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ кейде бар ғой, шыны керекше үйде бірдеңе істей қояйын десең, тек пышақ өтпейді ғой енді. Енді өзің ойлашы. Пышақтарың бір баспайды айналайыншы өтпейді. Енді аузың жауып отыр. Енді әйел басыңмен ойлашы, енді қалай пышақ қараймын? Амал жоқ, Есекеңе бардым бір жол. Бұл кісі енді адамгершілігі мол кісі ғой, бір сөзге келмей қайрап берді. Содан кейін тағы бір күні отын жарайын десем, балтаның сабы жоқ, өтпейді ғой вообще. Ой, айт, оны айтма, сап іздеп кірмеген жеріміз жоқ, сап жоқ. Есекеңе рахмет, сол саптап. Тағы бір күні отын аралай салайын десем, араның жүзі деген қайырылып қалған. Енді өзің ойлашы, мен әйел басыммен қалай не қылам? Сосын не істерімді білмей тұрсам, арт жағымнан Есекең кеп тұр, арасын арқалап. Не істеймін енді кеп тұрғаннан кейін? Қанша жылдан болды? Қанша жыл болды аралап жүргеніне? Енді осы сен рейске шыққалы бері аралап жүрміз ғой енді? 20 жыл болды ғой мен рейске шыққаныма. Ойбай, уақыт деген зымырап бар жатыр екен. Ой, әке. Масқара. Көрдіңіздер ме қалай, а? Масқара. Жиырма жыл бойы аралап жүрген Есікбай мырза, сіз мырза емес, Матапила дружба кезі ғой енді. Үйге барасыздар ғой, балтамен шауып өлтірем екеуіңді. Сіздің қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Есіңіз кім? Сіз маған қатты ұнап тұрсыз. Телефоныңызды беріңізші кейін. Жүре ме? Мен сізге айтайын дегенім, қараңызшы, қандай әдемі семья, а? Соның талқаны шықты. Бірақ енді анау негізі әйел адам анау аңқауды кішкене басын айландырып алған көрініп тұр бұл жерде. Сонда жаңағы сырғаны ананың өзінің туған үйінде жүріп 5 бала тауып берген, 20 жыл бойы бірге тұрған ана Есікбайдың өзінің әйеліне беру керек пе, әлде мына жерде отырған Ителбайдың келіншегіне беру? Кімге беру керек осы сырған? Әрине өзінің әйеліне беру. Керемет! Олай болса, құрметті телекөрермендер, ортамызда біздің Есікбайдың келіншегі Әтіргүл ханым, Әтіргүл! Қалыңыз қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Қандай керемет келіншексіз. Съемкаға түсеміз деп негізі жақсы дайындалып келген екенсіз, а? Иә. Көйлекті өлтіріп жібересіз, 70 жылдағы мода ғой деймін негізі, иә? Нәскиде де под цвет алғансыз ғой деймін, да? Керемет. Ойбай, мына Сызылхандар не қылып жылап отырсың? О, бұл кісі қуанғаннан жылап отыр. 8 наурызға бұл кісіге алтын сырға әперіпті, соған жылап отыр. Ойбай, ау, алтын сырға подарить етсе, одан да қуанбайсың бай?
Біз болса қуанар едік. Мен де қуанар ем. Мына айтсамда, бірақ сізге бір құпия бар бұл жерде. Бұл алтын сырғаны масқара болғанда бұл кісінің өз күйеуі әпермеген ғой. Міне, Ойбай, өзгеу бермегенде енді кім берір? айтайын ба сізге? Сіздің күйеуіңіз Есікбай мырза берген ғой. Керемет қайда жүрді. Неғып бұл береді? Мен қайдам? Сұраңыз. Жоқ, сен сырға неғып анаған берірсің? Енді мына 8 наурызға екеуміздің атымыздан берейік деген. Ойбай, Соған жеткізбей анау шақырып отырған. жоқ, екеуміздің аты мен неғып естімеймін оны сен? Еститін едің ғой, сол яғни міне айтамыз дегенше отынарға бүйтпейді сонымен кеп Жоқ, сен оның туған күні ма, немене сөз екен? Сен неге маған 8 наурыз ғой енді ол. Адамгершілікпен бергенде? Адамгершілікпен сенде бар ғой әнеке, бар ғой сенде. Ойбай, бар ғой дейсің, сыйлағыш болсаң мына бос құлақ тұр ғой, мына салмайсың ба? Бос құлақ емес, тұр ғой әнеке құлағында. Жоқ, сен неге анаға сен мен түсінбей тұрмын бұны, Түсінбей тұрсыз ба? Ой, екеуміздің атымыздан бердім, несі мен? Сенің күйеуің менің әйелімді сүйеді. 20 жыл болған аралап жүргенде. Телбай 20 жыл бойы отынын аралап беріп жүргенде? Кім түседі? жоқ Атыргүл түсінбей қалдың сен бар ғой. Сен кім түсесің, а? Жоқ, сүйіп жүрміз ғой, сендер дұрыс түсініңдер. Сен кім түсесің, а? Сен анаған түсесің, а? Жібер, қолын жібер. Сен неге түсесің анаған, а? Атыргүл сен түсінбей қалдың бар ғой. Иә, дұрыс түсінбей жатырсыңдар. Сен неге сырға неге бәрін бересің? Атыргүл сен түсінбей қалдың. Бар Қайда ғой сырға? сырға. Опа, 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 оп, опа, хава. Иделбай мырза, отырыңыз. Рахмет бауырым. Құлағыңды қос жұлып алу керек. Хай, Сызылхан! Үндемей жүріп, сызып жүр екенсің ғой, а? Мынау күйеуіңізше қатты дровосек екен негізі. 20 жыл бойы отын отып беріп бар екен. Неғып жүр? Ей, аралайтын болсаң араламайсың ба бізді? Мына жатырмыз ғой, бөренедей боп. Ой, аралап жүрміз ғой, тоймайды екенсің аралаған қайдан. Маған ажырасам мен сенен. Ажырасам. Сіз мына күйеуіңізді былай айтқан кезде басынан аяғынан киіндіріп, өзіңіз күтіп, мәпелеп, алақаныңызда ұстап жүрсіз ғой. Ойбай, рас. Керемет. Мынау бір ғой, мына үстіндегі бар ғой, кімдікі дейсіз ба? Осы менің ағамнан қалған байқұс. Мына төркіндерім мені бағып жатыр. Мына аяғындағысы бәтіңгеге дейін мына ағамнан келген ғой. Байқұсына қаш. Енді қара істеп отырған. Соның бәрін айту керек па, соның бәрін айту керек па? Менің төркінім болмаса бір ғой, өліп қалады ол. Бала шағаның бәрін өзіңіз асырап жатырсыз. Күндіз-түні жұмыс істеп. Не жетпейді деп ойлаймыз, а? Опа, қолдарыңыз қандай әдемі. Қаншама бала дүниеге келтірсеңіздер де мына негіз әйел адамның құдіреті осы да ғой. Ай өзгермейді ғой бұлар. Ту, мынау қолыңыздағы бір неңіз қандай, жүзіңіз қандай әдемі. Алып беріңізші көрейін. Төркінімнен келген. Абайлам, қымбат мынау. Төркініңізден де? Төркініңіз бай ғой деймін. Құдайға. Мынау алтында оқаланған бриллиант тастар ғой мынау. Бриллиант ба, кеш көрі? Ойбай, бұл не? Бриллианттар осы не болады екен, а? Бриллиант осындай болады, беріңіз. Төркінім жақсы тұрады. Төркініңіз жақсы тұрады, а? Сонда төркініңізде сіз қашан болдыңыз соңғы рет? Сіз? Қашан болды ме? Жаңа жылда жібердік қана. Иә, сол жаңа жылдың алдында ма? Болды ға? Аха, жаңа жылда, иә, дұрыс. Жаңа ел аузынан естігенде жаңа жылда 28 декабрьде кеттіңіз де, содан кейін барып 6 январда қайтып бердіңіз, дұрыс па? Иә. Сіз енді жаңа жылды қалай қарсы алдыңыз? Күйеуіңіз қасыңызда, шампанский ашып, тортты алдыңызға қойып па? Жоқ, кім Ителбай неге кеткен? 28-іне Атырауға рейске кеткен. Содан 6-сы ма, 7-сы ма оралды. Аха, 6-сында да? Бала шағамен қасым. 28-інде бұл кісі төркініне кетеді да, 28-інде мына кісі рейсқа кетеді. Не деген совпадение. Ал енді мынаны қағазды алып оқыңызшы. Міне, ар жағында. Міне, жазылып тұр. Міне. 28 январдан 28 декабрьден 6 январға дейін Сарағашта люкс нөмірінде Ителбай Көшкінбаевпенен барып, мына жерде Атыргүл Сексенбаева екеуі бір люксте жатты деген жазылып қойған. Көрдіңіз бе міне? Путевка. Сен төркінімен аягөзге кеттің демедің ғой? Ей, сол аягөзге бардық қой, сон бірақ енді анау через Бишкек айналдық қой енді. Аягөзің қайда, Бишкегің қайда, сонда жол жөнекей үйге кірмей жүре беретін боласың ба сен? Ойбай, енді дайын тұрған мәшінесінің ғой, не бар енді айналып жүреміз. Қайдағы мәшіне, тоқта. Сызылхан, сен есінде ме ана екеуміз отын аралап жатқанда Атыраудан звондады деп бірден айтып Сен едің ғой? 3 январ күні маған Атыраудан звондадым деп звондадың ғой. Енді Атыраудан звондадың ғой.
Тоқта, тоқта, тыңда. Шымкентке барғанда машина бұзылды. Қалай бұзылды? Сөйтіп самолеттен ұшып бардым. Иә? Сөйтіп жұмысты бітірдім де қайтып келдім. Сөйтсем движок кеткен. Соны жөндеттім. Сөйттім де Сарыағашқа бардым. Енді құр қайтпаймын ғой. Сарыағашқа неменеге барасың енді? Yok. Шымкенттен бері қайтпайсың. Сарыағашта қазір Торан деген су шығып жатыр, Сарыағаштың суы. Сонымен директормен сөйлесіп, құр көрмеймін ғой, бала шағаны асырау керек қой. Ойлап жүрген жоқпын ғой мен. Жоқ, мынау Енді айтайын. Кеттік қой енді, кеткеннен кейін. кеткенде аягөзіме де Сарыағашта дейміз. Айтайын. Мен машина бұзылып тұр екен. Жоқ, сенікі бұзыла берсін. Жоқ. Мынау не қылса? Тоқтасайшы. Тыңдасайшы. Соған жаңағы қарасам, бір машина кетіп батыр, такси. Ішінде сенің әйелің ұйықтап қапты. Аягөзден бұлай қарай тек бір. КамАЗбен қуып, мынау менің көршім ғой, айналайын түйсем жылап, ақшасын тонап кеткен ба, бір нәрсесі бар. Пока су артып болғанша сосын люкстен орнына берген. Рахмет демейсің бе сен маған? Неге бірге жатып жүрсің ол люкске оны? Неге бірге? Неге бөлек енді алып беремін? Неге екеуіңнің аттарың жазған? Мағыл қазір оны түсіндірем. Ойбай, енді ақша эконом болсын деп екеуміз бірге жата салдық та? Керемет. Ақшаны экономда. Сындыр. Түгетпейді. Түк түсінген жоқ бар. Не болды сонда мен? Мен де түсінбей отырмын, қазір мен түсінеміз қазір. Қазір түсіндірем. Түрем. Ақырын жігіттер ие болыңдар микрофонға. Бұлай, сіздің Атыраудан күйеуіңіз келген кезде ақшаны көп әкелді ма? Соны айтыңызшы. Бір тиын да келген жоқ. Хоппа! Олай болса мына қағазды оқи жіберіңізші. Машина бұзылды ғой енді. Міне. Енді бұзылсайын Тегін жөндемейді ғой айналайын. Мынау заттың чегі сатып алынған. Міне жазылып тұр. Көрдіңіз бе міне? Бриллиантты сырға ана жүзікті Ителбай мырза сатып алған Көшкінбай деп жазылып тұр міне. $1400-ға. Сол сырға мына жүрезік мынау міне жүзік. Көрдіңіз бе? Осыны мына кісіге сол кезде сыйлаған жаңа жылдың құрметіне. Ей, мынау сыйлап жүр. Оппа. Төркінім. Ойбай. Төркін деген. Көріңіз. Отырыңыз. Тұра тұр, жіберіңдер. Әңгіме керек болса мен айтайын. Асаба бала беріңіз. Иә. 20 жыл дедің бе жаңа? Иә. 20 жыл, тыңдаңдар. Ителбай тыңда, 20 жыл дедің бе? 20 жыл емес, 25 жыл болды. Оппа. Бірге жүргеніміз, аралап. 25 жыл болды. Иә. Ал, не істейсіңдер? Айтайын деген сол ма? Сол. Тұр онда. Тұрыңыздар, кәнеке. Оппа. Естігін кесі бар ғой. Ана үйдегі 5 баланың бәрі бар ғой. Анау Ителбайдан ал қайтесің. Мына басыңнан аяғыңа дейін бар ғой, кімнің киімін киіп жүрсің ей? Ішінде түрсек майкаға дейін анау Ителбайдан қалған киімнің бәрін киіп жүрсің. Ал қайтесің. Төркіннен емес қой. Төркіннен емес. Оппа. Сызылхан, сен мына киімдер танымадың ба не? Сен киіміңе қарап дейсің бе енді? Тоқта, ондай болса айт. Бәсене міне ұзын деп қоямын әкім. Айтшы ма? Есті. Ақыры бәрі ашылды ғой. Мен де айтайын. Ителбай, есіңде ма екеуміз үйленгенде? Мен аяғым ауыр болып қалып едім ғой. Ойбай, білеміз оны. Солына Есекеңнің баласы болатын. Іштегі келген бала. Одан кейінгі 2 бала да осы Есекеңдікі. Ох. Бәсе бойы қысқа, аяқтары маймақ. Оппа. Масқара. Ана байыңа ие болайық. Масқара. Оппа. Оп. Міне, көрдіңіздер ме? Басы қалай қатты болып еді, аяғы сондай тәтті болды. Балалар әкелерін тауып жатыр. Сүйіктілері сүйгендерін тауып жатыр. Бұдан артық қандай біз үшін бақыт керек. Осымен құрметті телекөрермендер, алтын көрсе періштен жолдан таят деген бағдарламамыз аяқталды. Рахмет. Маласты жігіттер, рахмет. Бітті ма? Рахмет жігіттер. Бітті ма? Қалай ойнады? Жақсы ойнадыңдар, отлично. Бересің? Ақшаны бұғалтер еді. Жоқ, бұғалтер еді. Қалай? Мен бере алмаймын. Өре! Ана футболды шештің бе? Бауырым, ана апарып да орынға барам. Молодец. Ақшаны төлейін. Бұғалтереден берем, бұғалтереден. Қайдағы бұғалтер? Ойнап жүрсің. Сендір жерде ойна деді. Ойнап отырмыз. 5 минут тұра тұрыңыз, жерге бар. Шығам ғой мен, бірақ есік қой.
мына шешіп кетсең ертең маған программаға керек Болды. Бересің. береміз Сәлем айтайын. Сырғамызды ойбай сырғаларыңыз иә мына сырғаны жоғалтпаңыз тағы да бір екі хабардан кейін бізге керек болады мынау Мен сақинам міне мінекеңіз керемет екен жоғалтып алмаңыз иә қыздар сендер керемет ойнадыңдар бар ғой керемет енді бар ғой негізі бар ғой сендер маған тағы керексіңдер ертең мен анау енесін сүйіп қалған күйеу баласы жайындағы бағдарлама түсіремін сол кезде керек боласыздар сіз енесін ойнайсыз сіз мұртыңызды алып тастаңыз шашыңызды сарыға бояп қойыңыз сол кезде інім. Үрген вообще шашты алып тастайды деп айтатын шығарсың. енді ақша алып жатрсың ғой сен қызсың ғой келесің бе болды әкеле бересің молодец Інішек нанды аласаш подружкам екеуміз бірге келейік. мақұл онда жаңағы күйеу баласы кейін енесінің сіңлісін сүйіп қалады иә сөйтіп жазып жібереміз тек етпей мақұл жақсы рахмет міне құрметті көрермен қауым бала шағамызбен көгілдір экранның алдында отырып көретін осындай бағдарламалар өмірімізге керексіз бағдарламалар біздің мына өмірімізде керек пе рахмет